теңгенің шығу тарихын және авторларын біледі. Екінші, теңгенің тәуелсіздік негізгі нышандары бірі екенін түсінеді. Және ары қарай құндылыққа баулу, отансүйгіштік, ұлттық бірлік, құрмет және жауапкершілік. Жақсы, аптаның дәйегі сөзі бізде қараша айы білесіздер, әділдік пен жауапкершілік айы. Жақсы, екінші аптаның дәйегі сөзі тура биде туған жоқ. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбын ашу барысында сіздерге дайындап келген видеоролигім бар, соны тамашалай беріңіздер. Жас мемлекеттің өз елтаңбасы туы мен әнұраны пайда болды. Енді экономикалық еркіндік үшін өз ақшасы керек болды. 1993 жылдың 15 қарашасында. Жақсы оқушылар, бұл видеороликтен бөлек мен сіздерге түсіндірме мәтін ретінде тағы қосымша мәліметтер айтып жіберейін. Мысалы, ұлттық теңгенің тарихы Қазақстанның ұлттық валютасының теңгені 1993 жылы 15 қарашада айналымға енгізілген. Жақсы оқушылар, теңге тәуелсіздіктің негізгі нышаны. Экономикалық тәуелсіздік, ұлттық валюта бұл елдің экономикалық тәуелсіздік. Кіріспестен бұрын бір-екі жеңіл сұрақ қойып жіберді. Біздің ұлттық валютамыз қалай аталады? Қай жылы енгізілді және қай күні? 1993 жылы 15 қарашада. Неліктен теңге біздің тәуелсіздігіміздің белгісі деп ойлайсыздар? Себебі теңге тәуелсіз Қазақстанның экономикалық және саяси тербелісіндегі басты нышаны. Жақсы оқушылар, бірінші тапсырмаға кезек береді. Educaplay платформасы арқылы оқушылар ұлттық теңгенің тарихы мен оны жасаған органдар туралы сәйкестендіреді табады. Жақсы, қазір біз платформаға кіреміз, сол платформамен тақтадан орындаймыз. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабаққа соңына келдік. Сіздер маған осы анимациялық суреттер бойынша кері байланыс бере алыңыз.